Сәлем достар, бүгін біз оразаның 28-ші күніне арналған ас мәзірін ұсынамыз. Бүгін бізде жасымық сорпасы. Қажетті нәрселер 300 грамм жасымық, 250-300 грамм, 350 грамм шамасындағы ет, өте жұмсақ шығатындай майлырақ ет болғаны жақсы. 30-50 грамм сары май қуыру үшін, тұз, розмарин, кориандр, немесе орнына кез келген әмбебап дәмдеуішті алуыңызға болады, өзіңіздің қолыңызда бар. Және бір үлкенірек сәбіз, 1-2 ұсақ пияз. Пияз бен сәбізді араластырып жібереміз. Дәл бүгінгі тамақта осылай араластырып қолдануға болады. Майды ерітеміз. Аса майды күйдірмей, етімізді салып қуырудан бастаймыз. Бұл сорпаны дұрысында қайнатып дайындайды, бірақ осылай сары майға қуырылғандағы дәмі ерекше болады. Кішкене барлық ет өзінен сөлін бөлген кезде пиязымыз бен сәбізімізді салып жібереміз. Дәмдеуіштеріміз бен тұзымызды салып жібереміз. Барлығын бірге қуырамыз. Сөлі тартылғанша қуыратын боламыз. Тамағымыз еттері қуырылып жатқанда жасымықты сумен жуып, салқын сумен және суға салып қоямыз. Енді осы қуырылып жатқан ет, сәбіз, пияздың үстіне суға салып қойған жасымықты сумен бірге құямыз. Енді осы сумен жасымық салынған сорпамызды қақпағын жауып, орташа отта 1 сағат 20 минутқа дейін қайнатамыз. Жасымық сорпасы дайын. Отты өшіріп 20 минуттай күттік және оны блендерге құйып қаша жасап аламыз. Сұйық тамағымыз дайын. Крем, пюре деп айтып жатады әдетте.